Өңірде тәлімгерлер кеңесі құрылып, алғашқы отырысы өтті. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыс бойынша департамент жанынан құрылған кеңестің 9 мүшесі бар. Олардың барлығы да кезінде мемлекеттік қызметте болған тәжірибелі білікті мамандар. Енді аға буын су жаңа кеңес аясында өз тәжірибесімен бөлісіп, жастарға жол сілтеп отырады. Әсіресе жаңадан басшылыққа тағайындалған мамандардың кәсібіне бейімделуіне көмек бермек. Алғашқы жиын танысып білісу бақытында өтті. Ардагерлер жастарға батасын беріп, тәлімгерлердің келесі кеңесінде талқылайтын біраз тақырыпты қаперге алды. Тәлімдік жұмыс жасаған уақытта ол теориядағы айтылған мәселелер бір бөлек. Ал өмірде қиын жағдайда, қиын ситуацияларда қалай шығу керек, қалай шешу керек, қай мәселені тез шешу керек, қай мәселені кейінге қалдыру керек, халықпен қалай жұмыс жасау керек. Соның барлығының өзінің әртүрлі тәсілдері бар. Оның барлығы әрине бір күнде адамға бойына сіңбейді. Сондықтан мінекей осы біздің білгенімізді жастарға тезірек сіңіру үшін басқару әдістерін, шаруашылық жүргізу әдістерін, соны біз мына өзіміздің білгенімізді айта алатын орган. Бұл өте біз қуанып, өте үлкен ықыласпенен қабылдадық.